Иса пайғамбардың сөздері: қазір ашыққандарға тойынатын күн келеді, қазір жылағандарға күлетін күн келеді. Әркімнен мақтау естіп жүргендер түбінде қасіретке келуі кәдік. Жауларыңды жақсы көріңдер. Сендерді жек көретіндерге жақсылық жасаңдар. Сендерді қарғайтындарға игі тілек тілеңдер. Сендерді өкпелететіндер үшін дұға етіңдер. Кім сұраса, соған бер. Өзіңдікін алған кісіден оны қайтып сұрама. Сендерге адам қандай іс істесін десеңдер, сендер де оларға сондай іс істеңдер. Егер сендерді жақсы көргендерді ғана жақсы көрсеңдер, егер өздеріңе жақсылық жасағандарға ғана жақсылық жасасаңдар, сол үшін қандай алғыс аласыңдар, оны күнәһарлар да істейді. Адамдарға үкім айтпаңдар, сонда сендерге де үкім айтылмайды. Адамдарды айыптамаңдар, сонда сендер де айыпталмайсыңдар. Адамдарды кешіріңдер, сонда сендер де кешірілесіңдер. Көңілде не болса, ауызда соны сөйлейді. Диқан тұқым сепкенде кейбіреулері жол бойына түсіп тапталып қалады. Біреулерін құстар теріп жеп кетеді. Біреулері тастақ жерге түсіп көктемей қалады. Кейбіреулері арамшөптердің арасына түседі де, оларды арамшөп қысып өсірмей тастайды. Сонда да тасталған тұқымның мол бөлігі құнарлы топыраққа түсіп 100 есе көп дән береді. Бұл мысалдың мағынасын білгіңіз келсе, тұқым Құдай сөзіндей. Құдай сөзінің де бір талай шайтанның азғыруымен ақпа құлақтарға тап болып, тұрмыс қамымен болып жүргендер тарапынан ұмытылып ескерусіз қалады, пайдаға аспайды. Ал құнарлы топыраққа түскен тұқым секілденген сөздерді мұқият ұғынып, таза көңілге сақтағанда, ол өз жемісін 100 еселеп береді. Сұраңдар, Құдай өздеріңе береді. Іздеңдер, сонда табасыңдар. Есікті қағыңдар, сонда ол ашылады. Әркімді Құдай асырайды. Қарғаларды қараңдаршы, олар егін екпейді, ормайды, қоймалары да, қамбалары да жоқ. Бірақ Құдай оларды асырайды. Қызғалдақтар да еңбек етпейді, жіп те иірмейді, бірақ олардың сән салтанатына ешкім жетпейді. Өзін күнәдан тазамын дегендер маған бірінші болып тас атсын.